أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz алдыңғы сабақта осы харф жарларды өттік. Яғни жар әріптерін. Яғни фи, аля, мин, иля. Фи дегеніміз бана ішінде бір нәрседе, я? Фил бейт десе үйде. Аля дегеніміз үстінде, я? Алял мәктәб, партаның үстінде. Мин деген дантен, минал бейт үйден. Иля дегеніміз бағытты білдіреді, яғни илал бейт десе үйге қарай. Енді бізде келесі сабақ ад-дарсул ал-хамис, 5-ші сабақ. Бізге мына жақта диалогты көрсеткен, яғни Саид пен Ясир деген екі кісінің арасында диалог. Акитабу Мухаммадин хаза я Ясир дейді. Я Ясир. Мына жақта айтып жатыр, я Ясир дейді. Ей Ясир, бұл Мұхаммедтің кітабы ме дейді. Мұхаммедтің кітабы ма? Яғни бұл Мұхаммедтің, бұл не? Мудоф илейх болды, бұл не? Мудоф илейх. Бұл мудоф дедік біріншісі. Яғни бұл Мұхаммедтің кітабы ма? Ясир не дейді? Ла, жоқ, хаза китабу хамидин. Бұл Хамидтің кітабы. Біз осылай сұрақ қойымыз керекті. Кез келген адамның. А китабу Мұхаммадин хаза. Яғни бұл кімнің кітабы деген секілді осылай сұрақ қойымыз. Сол кезде Ясир не деді? Жоқ. Келесі Саид сұрап жатыр. Айна китабу Мұхаммадин. Мұхаммедтің кітабы қайда? Хуа алал мәктәби хунака. Хунака дегеніміз ар жақта. Яғни арғы жақ. Яғни алыс жер болатын болса, осы хунака деп қолданамыз. Яғни жақын жер болса, хуна жақын жерге қолданады. Ал хунака десе алыс жерге қолданады. Алыста тұрған жерге хунака. Яғни Ясир айтады, яғни Саид не деді? Ол Мұхаммедтің кітабы қайда деді? Хуа алал мәктәби. Неге мәктәби деп кәссара болды? Мына жақта өйткені аля келді, харф жар. Аля осының кәссара қылуына себепкер. Яғни Мұхаммедтің кітабы ол партаның ар жақта, партаның үстінде тұр. Айна дафтару Аммарин. Аммардың дәптері қайда? Хуа алал мәктәбил мударриси. Ол мұғалімнің партаның үстінде. Мұғалімнің партасының үстінде. Саид сұрайды, қаламу мән хаза я Алию. Ей Али, бұл кімнің қаламы? Бұл кімнің қаламы? Хаза қаламул мударриси. Бұл мұғалімнің қаламы. Саид айтады, айна хақибатул мударриси. Мұғалімнің сумкесі, яғни сумкесі қайда? Хия тахтал мәктәби. Тахта дегеніміз астында. Ол партаның астында. Міне суретте көріп тұрмыз, партаның астында. Тәмәрин сұрақ қояды, осы диалогқа қатысты сұрақ жауап береміз. Айна китабы Мұхаммед. Мұхаммедтің кітабы қайда тұр? Осы диалогтан қарап айтамыз. Мысалы, не деді? Яғни Мұхаммедтің кітабы наяқта деп айтады, ар жақта, партаның үстінде деп айтты. Айна китабу Аммар. Аммардың кітабы қайда? Диалогқа қарап жауап береміз. Айна хақибатул мударрис. Ұстаздың сумкасы қайда? Оны, мысалы, тахтал мәкте деп айтты.
Келесі тапсырма. Адиф калиматал ула иля сани дейді. Бірінші сөзді екінші сөзге қос дейді, байланыстыр. Мысалы бізде китап, Мұхаммед деген екі сөз берілді. Енді біз осы мудоф илейх қылып айтуымыз керек. Біріншісін мудоф қыламыз, екіншісін мудоф илейх. Бұл ілік септігі деп айтылады қазақ тілінде. Біреудің немесе бір нәрсенің деген сұраққа жауап береді. Мысал айту үшін Мұхаммедтің кітабы деп айту үшін қалай айтамыз арабша? Китабу Мұхаммадин. Міндетті түрде біріншісінде тәнвин болмау керек. Және алифлам жоқ, байқасаңыздар. Тәнвин жоқ, және де даммалы болады. Немесе әртүрлі фатха, кәсір болуы мүмкін. Ал екінші сөз міндетті түрде кәсірамен болады. Мұхаммадин. Жақсы? Біріншісінде ешқандай тәнвин жоқ, екіншісінде тәнвин болады. Мысалы, китап Мұхаммед. Бізге кітап деген сөз берілді, және Мұхаммед деген сөз берілді. Соны қосуымыз керек. Мұхаммедтің кітабы деп айту үшін біз араб тілін былай деп айтамыз. Китабу Мұхаммадин. Жақсы? Мактабун әл-мударрису. Мұғалімнің партасы деп айту үшін мактабу әл-мударриси. Мактабул мударриси. Жақсы ма? Қаламун хамидин. Не деп жазамыз бұл жерге? Қаламу хамидин. Жақсы? Мифтах әл-бейт. Не деген сөз? Бұл үйдің кілті. Үйдің кілті. Мифтахул бейти. Біріншісі бұл мудоф деп айтылады. Біріншісі. Терминдік сөзі мудоф. Екіншісін мудоф илейх дейміз. Мудоф илейх. Мудоф әрдайым тәнвин болмайды мудофта. Мудоф илейхті тәнвин болады, секілді, немесе алифлам болады оған. Ал мудофта екеуі де болмайды. Жақсы? Келесі. Бейту Аббасин. Кімнің? Аббастың үйі. Аббастың үйі. Бейту Аббасин. Дукканун әттәжиру. Дүкен, саудагер. Саудагердің дүкені деп айту қалай айтамыз? Дуккану әттәжири. Міндетті түрде кәсірі болу керек мудоф илейхте. Біріншісі мудоф, екіншісі мудоф илейх дедік. Дуккану тәжири. Саудагердің дүкені. Ғурфатун алийун. Осылай нажақтың барлығын орындап шығамыз. Міндетті түрде жазамыз. Және келесі тапсырма оқып, және де жаз дейді соңғы харекеттерін қойып. Мысалға, бәб, сосын әл-мәдраса. Бәбул әл-мәдраса ти болады. Неге? Өйткені мудоф илейх. Мектептің есігі. Мектептің есігі деген сөз. Химарур роджули. Химарур роджули болады. Не деген сөз? Ер адамның есегі. Бейту хамидин. Сайяроту әл-мудири. Миндилу аммарин. Исмут талиби. Студенттің есімі деген секілді. Осы барлығын жазып шығамыз. Мысалы, Бейтулла, Алланың үйі. Фи китабилля, Алланың кітабында. Жақсы? Иқра, оқы дейді. Айна бейтул мударрис. Мұғалімнің үйі қайда? Хуа баидун. Не дейді? Ол алыс дейді. Баид не дедік біз? Алыс.
алдыңғы сабақта келген бұл сөз алыс. Әл-Құрану китабуллахи, Құран бұл Алланың кітабы. Құран Алланың кітабы. Әл-Кәбату байтуллахи, Кәба Алланың үйі. Мұхаммадun саллаллаху алейхи вассалама расулуллахи, Мұхаммед, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Мұхаммед ол Алланың елшісі. Хараджал мударрису мин ғурфатил мудири, мұғалім директордың бөлмесінен шықты. Хаза байту хамидин ва залика байту халидин, бұл Хамидтің үйі, ал анау Халидтің үйі. Жақсы. Ибну Аммарин талибун болады. Қазан түсіндірем осы нәрседе. Өте маңызды осы жер. Дейді Ибну Аммарин талибун, ва ибну Ясирин таджирун. Не дейді? Яғни Аммардың баласы. Кім ол? Аммардың баласы мысалы студент. Немесе ол өзіңіз қоя бересіздер. Аммардың баласы табиб, дәрігер. Аммардың баласы инженер, мұхандис. Аммардың баласы имам. Аммардың баласы муаззин. Ол азаншы деген секілді. Осылай қоя береміз. Ясирдің баласы тәжир. Ясирдің баласы тәжир. Байтул мударриси баидун ва байтул тәжири қарибун дейді. Байтул мударриси. Яғни мұғалімнің үйі алыс, саудагердің үйі жақын дейді. Қариб. Хаза мифтаху сайярати, бұл машинаның, көліктің кілті. Айна мифтахул байт, үйдің кілті қайда? Осылай қоямыз. Айна мифтахул байт, үйдің кілті қайда? Мән әнті я вәләд дейді. Мән әнті. Ей балақай, сен кімсің? Сен кімсің? Жақсы? Ана ибну Аббас. Мен Аббастың баласымын. Вабну мән хуа, ол кімнің баласы? Хуа ибну Халидин. Ол Халидтің баласы. Яғни Аббас тайып жатады, кім ол деп. Айна масджиду Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Алла елшісінің мешіті қайда? Алла елшісінің мешіті қайда? Харекеттерін былай қоямыз. Айна масджиду Расулиллахи. Расулиллахи. Алла елшісінің мешіті қайда? Хуа фил Мадинатил Мунауварати. Ол Мәдинада. Мунаувара дегеніміз нұрланған, яғни нұрлы Мәдинада. Бинту Хамидин фил мадрасати. Хамидтің қызы мектепте. Ва бинту Мухаммадин фил джамиа. Мұхаммедтің қызы университетте. Исмул мударриси Саидун васмул мухандиси Халидун дейді. Мұғалімнің есімі Саид, ал инженердің есімі Халид. Аммут талиби ғанiyun. Студенттің көкесі бай. Жақсы. Бабул масджиди мафтухун. Мешіттің есігі ашық. Ва бабул мадрасати муғлақун. Мектептің есігі жабық. Муғлақ. Муғлақ жаттап аламыз, жабық. Халу Хамидин фақирун. Халу Хамидин фақирун. Яғни Хамидтің нағашысы кедей. Сайярату Аббасин фиш-шариа дейді. Фиш-шарии болады. Неге? Кәсіра өткені фи келіп тұр. Аббастың көлігі көшеде. Ибну Мананта, сен кімнің баласысың? Сен кімнің баласысың? Ана ибну Мударрис, мен мұғалімнің баласымын. Осылай айтсақ болады. Айнал кәлбу, ит қайда? Хуа тахта сайяра, ол көліктің астында.
кәуин жумалан муфидатан би амал ил фарағи фима яли дейді. Яғни келесі төмендегі бос сөздерді толықтырып дұрыс, яғни мағына беретін сөйлем құра дейді. Мысалға бәйт мұғлақ деп жатыр. Яғни үйдің дейді. Үйдің несі жабық болады? Есігі, я. Бәбул бәйти. Неге бәбу болды? Өйткені бұл мудоф. Үйдің есігі жабық. Екіншісі айна сайяроти дейді. Не жақта не қоямыз? Мысалы мифтах, я. Мифтах. Айна мифтаху сайяро. Яғни көліктің кілті қайда? Мұхаммадун саллаллаху алейхи вассалам расулуллахи. Мұхаммед Алланың елшісі. Яғни Алла деген сөз қоямыз. Яғни осы жерлерге бос сөздерге, бос орындарға сөздерді қоямыз. Не дейді? Сахих ат-таркибат тали дейді. Келесі андай құрылымды дұрыста дейді келесі сөздерді. Ал-қаламу талиби деп тұр. Мына жақта нені алып тастаймыз? Ал-қаламу талиби. Алифлям болмайды бұл жерде, я. Сол үшін бүйтіп жазамыз, дұрысы қаламу. Неге қаламу болды? Өйткені мудоф. Мудофта алифлям болмайды. Сол үшін қаламу ат-талиби. Жақсы. Бәбу әс-сайяроту дейді. Қай жерде қате? Мына кәсіра болу керек, болмау керек. Мына кәсіра болу керек. Яғни көліктің есігі дейді. Машинаның есігі. Бинту хамидун дейді. Қай жерде қате? Бинту хамидин, я. Ар-расулуллахи. Яғни алифлям болмайды. Мен айттым, мудофта алифлям болмайды. Сосын олар әрдайым тәнвин болмайды оларда. Осыларды орындап шығамыз, міндетті түрде жазамыз. Келесі тапсырма Мұхаммадун. Мұхаммед, я Мұхаммаду болады. Мысалға, я деген алдына шығатын болса, ол мына жақта да не болады? Тәнвин болмайды. Мысалы, Халидун, я Халиду. Устазун, я устазу. Валадун, я валаду. Жақсы. Келесінде харекеттерді қойып шығамыз дейді мына жақта. Мысалы, я алию, я аббасу, шейхун болады. Неге? Өйткені я деген алдында жоқ. Жақсы. Осыларды оқып, жазып шығамыз. Не дейді? Иқрал мисалат ати, thumma кауин асилата мислаху муширан иля сур тали дейді. Яғни, мысалғы суретке қарап, біз сұрақ құрастыруымыз керек. Мысалға, китабу мән хаза. Бұл кімнің кітабы? Дәл осылай, бұл кімнің қаламы? Қалай қоямыз? Қаламу мән хаза. Бұл кімнің қаламы? Осылай сұрақтар қойып шығамыз. Мысалы, қомис, көйлек, үй. Мысалы, көйлек қайда? Мысалы, бұл кімнің үйі деген секілді. Жақсы. Әне, қомисті мына жақ жазамыз, үйді мына жақ жазамыз. Сәрир, төсек. Бұл кімнің төсегі? Бұл төсек қайда деген секілді сұрақ қоямыз. Исм деген бар. Бұл адамның есімі. Мысалға, Исмул валади Мұхаммадун. Баланың есімі Мұхаммед. Исмул бинти Зайнабу. Қыздың есімі Зайнаб дейді. Исмул мударрис Хамидун. Мұғалімнің есімі Хамид. Масмул мудир. Ал директордың есімі қандай? Яғни біз сен атын кім дегенді қалай қоямыз? Мә ис мука. Мәсмук қой, былай айтқанда. Мәсмука. Бұл ер адамға, я? Мәсмука.
Сенің есімің кім? Сенің атың кім? Ибн, яғни бала, мына жақта. Яғни арабтарда ибн деген бар, яғни көп пәленшенің баласы деген секілді айтылады. Ибну Холидин фил мадраса. Яғни мектеп, Холидтің баласы мектепте. Ибну Хамидин фил джамиа. Хамидтің баласы университетте. Ибнул Мударрис фил фасл дейді. Мұғалімнің баласы класста, сыныпта. Айна ибнул мудир, директордың баласы қайда? Деп айту үшін осылай қолданамыз. Оқып қағидаларды, яғни хамзатул уаслының қағидасын ұстанып оқып шық дейді. Мына жақта Ибну Мухаммадин фил Ирақи ва бну. Ибну Мухаммадин фил Ирақи, яғни Мұхаммедтің баласы Иракта. Ва бну. Мына жақта бірден ва бну, дұрыс па? Уасыл хамзасын тәжвид еткен болсаңыздар, осыны білесіздер. Ва бну Хамидин фил хинди дейді. Мұхаммедтің баласы Үндістанда. Хаража ибну табиби минал байт дейді. Дәрігердің баласы үйден шықты. Хаража, шығу деген етістік. Хаража. Сосын захаба, барды, я. Захаба ибну тәжири иля суқи. Саудагердің баласы базарға барды. Исмул мухандиси Файсалун васму табиби Масудун дейді. Инженердің есімі Файсал, ал дәрігердің есімі Масуд. Масмур раджули. Ер адамның аты кім? Ибну мен әнті. Ибну мен әнті. Сен кімнің баласысың? Әна ибнул вазир. Мен уәзірдің баласымын. Яғни патшаның көмекшісінің баласымын дейді. Уәзир дегеніміз кәдімгі уәзир. Енді жаңа сөздер. Али калима жадида ар-расулу. Расул дегеніміз елші дедік. Елші. Әл-Кааба, оны Қағбаны білесіздер. Исм, бұл есім. Ибн деген бала. Әл-Ам дегеніміз бұл көке. Яғни сенің әкеннің бауырлары. Сенің әкеннің бауырлары. Ағайындылары. Әл-Холу дегеніміз нағашы. Бұл нағашы. Яғни сенің маманның ағасы інесі жатады. Әл-Холу. Әл-Хақиба не дедік? Бұл сөмке. Әс-Сайяра бұл көлік. Әш-Шари көше. Мұғлақ жабық. Тахта астында. Хунака арғы жақта, сол айтты, алыс жерге қолданады. Әл-Мухандис бұл инженер дедік. Тағы да бір қағида айтып өткен болатымыз. Мудоф илейх дедік. Біріншісі мудоф дейміз, екіншісі мудоф илейх. Мудофта әрдайым алифлам болмайды, ешқашан болмайды, және де тәнуин болмайды мудофта. Жақсы? Сайяроту деп қолданамыз. Сосын мударрисида, мудоф илейхта ол алифлам қойылу керек. Адам атына қойылмайды алифлам. Сосын кәсіра болады. Мудоф илейх әрдайым кәсіра. Әрдайым кәсіра. Бұл қандай мағына беріп? Мудоф илейх, яғни элек септігіндегі, қазақ тілінің элек септігінің мағынасы береді. Яғни мұғалімнің көлігі. Мұғалімнің, осы нін жалғайды. Көлігі. Жақсы. Бүгінгі сабақ осындай кішкене ауырлау болды. Келесі сабақты жалғастырайық. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.